Ол экономика ғылымдарының кандидаты, бірнеше халықаралық жобалардың жетекшісі. Ол еліміздегі іргелі оқу орнының басшысы. Біздің қоғамда әйелді кер тартатын, көзге көрінбейтін шыны төбе және жабысқақ еден бар дейді ол. Батыл көзқарасына қарап көпшілік оны феминист деп ойлайды. Ол жұмысы мен тұрмысын тең ұстаған, басшылық қызметімен қатар оқудан да қол үзбеген қазақтың қайсар еңбекқор қызы. Ол жанары оттай жанған Жанар Темірбекова. Жұмыста жоғарғы сатыда көтерілу үшін оған қосымша қазір білім алып тұру керек. Қосымша тренингтерден өтіп тұру керек. Оның бәрі қай уақытта болады? Оның бәрі сол жұмыстан тыс уақытта болады. Мысалы кешке жақын, не болмаса демалыс күндері. Ал енді сол жабысқақ еден деп тұрғанымыз сол қоғамдағы әйелдерге сен осыны жасауға міндеттісің деген жұмыстар сол әйелді жабыстырып, жібермейді. Сол баяғы тамақ жасау, үйді жинау, тағы басқа. Біздің әйелдер өте еңбекқор, жауапкершілікті өте жақсы алады. Және осындай жабысқақ еденге қарамастан кейбір әйелдер уақытты дұрыс пайдалану арқылы, енді өзі өте көптеген жұмыс жасау арқылы бәрібір сол еденнен әйтеуір құтылып, сол жатыдан жоғары көтеріле бастаған кезде олар бір ұйымдағы ең жоғарғы сатыға жетеді, бірақ жоғарыламайды. Ол негізі ол көрініп тұр, мына төбе, мына жаққа барсам, ол бірінші басшы боламын дейді, бірақ оған жете алмайды. Не себепті? Себебі алдында тағы бір төбе бар. Шыны төбе дейміз. Соны сындырып өте алмайды. Себебі қоғам айтады, жоқ, әйел деген үйдің жұмысына бар, оның бала шағасы бар, ол мұны маңызды жұмыстарға жібере алмаймыз, командировкаға жібере алмаймыз, сондықтан оны басшылыққа қоймай қояйық, ол басшы ретінде жұмыс істей алмайды деген сондай бір жалған стереотиптер бар. Жанар Темірбекова Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ректоры. Ол қоғамда қатып қалған қасаң дүниені бұзғысы келеді. Қай жерге бармасын адалдық, әділдікті талап етеді. Басшы болу деген біліміңе білім, тәжірибеңе тәжірибе қоспайды. Басшы болу басыңдағы жауапкершілікті 3-4 есеге көбейтеді. 21 ғасырда барлық нәрсе өзгерді, технологиялар өзгерді, жұмыс жасау стильдері өзгеріп жатыр, жастармен қарым-қатынас өзгеріп жатыр. Бұрынғы қатты иерархиялық системаның қажеті жоқ. Мысалы, қатты иерархия система қай жерде қажет болды? Ол да бір кезінде заман талабына сай, сол Макс Вебердің ойлап тапқан бюрократиялық моделі, сол кезде ол қажет болды. Ал қазір бізде цифрлық дәуірде өмір сүріп жатырмыз ғой, сондықтан көп нәрсе горизонтальға айналды. Осы жерде басшылар бір нәрсені өте жақсы түсіну керек. Басшы дегеніміз айттым бітті орындалу деген нәрсе емес. Басшылы дегеніміз ең бірінші кезекте ол өте үлкен жауапкершілік. And as I said, we do encourage your efforts in university. We also prepared a little presentations about our university. Жауапкершілікті арқалау үшін де үлкен батылдық, табандылық керек. Бастысы жақындарыңның сенімі мен қолдауы. Ал бұл сенім мен төзім бала кезден бойда қалыптасады. Мен өте бақыттымын деп ойлаймын, себебі зиялы жанұяда дүниеге келдім. Менің әкем география профессоры, анам да осы педагогика ғылымдарының докторы профессор. Мысалы, бұл кісілер біздің үйде ешқашан да менің ағам болмаса інім менен немесе сіңлімнен бір жоғарғы сатыда болған жоқ. Бәріміз бірдей жұмыс істейтінбіз. Оның балалық шағы кеңес үкіметінің дәурені жүріп тұрған кезде өтті. Алматыда бар жоғы 2 қазақ мектебі болатын. Әке-шешеміз үйді аралап жүріп, қазақ мектебіне бала толтыру үшін қол жинайтын, кейін сол талаппен министрлікке де барды дейді. Анамның да жоғарғы дәрежеге жетуінің ең басты себебі, ол да өзінің жанұясына сондай тәрбие көрген. Мысалы, ол 70-ші жылдары мектеп бітірген кезде
оны сол Алматыға оқуға түсем деген кезде оның жанұясы қолдады. Мысалы, ол жылдарда қыздардың үлкен қалаларға барып оқуы аз еді. Мысалы, ал одан ары қарай үңіліп қарайтын болсақ, тағы да менің нағашы әжем ол осы өңірге белгілі қазір Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген Қанай Датқаның немересі. Мысалы, сол Датқа да өзінің қыздарына, немере қыздарына жақсы тәрбие үшін оқытқан. Мұны көрмейсің, оқуға деген құштарлық, қыздарды бөлмей, оларға да білім беруге араластырған үшін ол мысалы сол жанұядағы бір дәстүр. Былай алып қарайды болса, сол дәстүр жалғасады. 2 жыл подкурс, 4 жыл, 6 жыл университет, 3 жыл магистратура, кейін тағы да 3 жыл аспирантура. Сонда қанша болды? 12 жыл қалды ма? 12-13 жыл. Енді оны бір не деп қарамаймын, жаңағы уақытты өткізіп алдық, болмаса осыншама жыл оқыдық емес. Ол жерде мен оған былай деп қараймын, өзімді дамыттым. Бұл жақсы нәрсе. Әлі де қазір мысалы бос уақыт болса, жаңа курстарды, жаңа кітаптарды, жаңа технологияларды, жаңа трендтерді оқу маған әр уақытта қызық болып тұрады. Себебі дүние қазір тез өзгеріп жатыр. Бұл өмірде еш нәрсе кездейсоқ болмайды екен. Түркияда жүргенде Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің Анкара қаласындағы өкілетті кеңес басқармасында, Түрксой сынды халықаралық ұйымдарда еңбек етеді. İşte bir tane çocuk var ama kısa, yani böyle şey. Ancak masadaki şeyler de oluyor. Ben de bazen unutuyorum, yani masa dışında da başka yere gidiyorum. Benim de halkaralık tecrübem var. Ben Arap yerlerinde жұмыс жасадым, Ұлыбританияда жұмыс жасадым, Türkiye'de көп üniversitelerde жұмыс жасадым. Ondan кейін Kazakistan'a geldim 3 yılda. Жанар Hanım'da da көп halkaralık tecrübem oldu. O kişi Amerika'ya da vardı, Amerika Kurama Ştatı'nda. Türkiye'de 10 sene, 17 yıl жұмыс жасады. Türksoy'da жұмыс жасады, Türkiye'deki üniversitelerde жұмыс жасады, PhD, doktorantura sabah verdi, başkaca üniversitelerde de. Yani o kişide de halkaralık tecrübem ol. Bu halkaralık tecrübe öte manızlı nerse. Ben de 3-4 dil söylesem, Жанар Hanım da 3-4 şetil dili söylese de, bu da öte manızlı nerse. Kommunikasyon için. Жанар Темірбекова 2012 жылы Назарбаев қорының ғылым және техника саласындағы сыйлықтың лауреаты. 2013 жылы Білім және ғылым министрлігі жоғарғы оқу орнының ең үздік оқытушысы грантының иегері болды. 40-тан астам ғылыми еңбегі мен монографиялары халықаралық ғылыми журналдарда жарияланды. Organizational behavior деген ұғым бар. Бұл дегеніміз ұжымдық жосық. Yani ұжым қалай өмір сүру керек, ұжым қалай тыныс алу керек, ұжымды қалай басқару керек. Маркетинг және менеджмент саласы бойынша өте маңызды сала. Сол сала бойынша негізінде магистрлік диссертациясы, одан кейінгі кандидаттық экономика ғылымдарында кандидаттық диссертациясы да сол жайында. Сондықтан да мынау теорияда білген нәрсесін практикада да өте керемет қолдана алды деп ойлаймын. Өйткені Жанар ханым қай ұжымда жұмыс істесе де, сол ұжым өте жақсы, табысты ұжым болды. Yani өзім әрине бұл жерде жолдасым деп мақтап отырған жоқпын, жалпы әріптесім ретінде айтып отырмын. Ал ел тәуелсіздігімен қатар ашылған бұл университетке басшылыққа келуі Жанар Темірбекованың өміріндегі ірі белестерінің бірі еді. Осы университетке қалай пайдалы бола аламын? Мен осы сұрақтар мазалады расында да. Себебі бір жағынан алып қарасам, соңғы 15-20 жыл менің жаңағыдай өмірімдегі болған өзгерістер, тәжірибелер жалпы осы жерге дайындалған болып жүргендей болып көрінемін. Себебі өзім Түркия Республикасында университетті бітірдім. Кейін осы тура біздің осы университетіміздің өкілетті кеңес басқармасында жұмыс істедім. Сондықтан бұл университетті мен танимын, жақсы танимын. Біздің университетіміздің құрушысы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің сөзінде осы университет құрылған кезде былай деген деді: Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті өз кезегінде бүкіл түркі халықтарын біріктіретін ұйым болады деп айтқан еді. Міне, Түркістанды халықаралық деңгейге шығарады деп айтқан еді. Қазір алып қарасақ, арасында да біз сол күнге жеттік. Мысалы, университетті 30 жыл құрылғаннан кейін, өздеріңіз білесіздер, наурыз айында
түркі кеңесінің бейресми саммитінде Түркістан қаласы күллі түркі әлемінің рухани астанасы болып қабылданды. Қарамайсыздар, сонда қандай үлкен бұл жерде миссия бар бұл оқу орнында. Әрине үлкен қызмет. Бұл университет халықаралық университет, және халықаралық екі елдің құрған университеті. Университет өте маңызды университет. Сондықтан бұл жерде басшылық жасау оңай емес. Бірақ мен Жанарды батылдығын, қайсарлылығын, бір нәрсені соңына дейін апара алатын табандылығын білгеннен кейін оған күмәнданғаным жоқ. Сол алғаш Жанар хабарласқан кезде бірден айтты. Сенің қасында барлық жұмыс істеп, көмектесуге дайынмын. Ешқандай жұмыс істеп жатқан жерім бар. Менің жұмыс істеген жерімде жаман емес. Жақсы жерде жұмыс істеп жаттым. Барып көмектесейін. Себебі қазіргі кезеңде жас әрі инициативасы бар басшыларға жол ашу керек. Сонда ғана мемлекетіміз жөнделеді. Университетте қазір 37 мемлекеттен келген 10 мыңнан астам студент 6 бағыт бойынша білім алып жатыр. Былтырғы жылы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жасады. Мысалы, бұл өте маңызды құжат деп ойлаймын. Және ол біздің қоғамымызды расында да дамытуға бағытталған ең маңызды құжат деп айтсам, артық айтпаспын. Сол халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына қалай жете аламыз деген сұрақ қойылатын болса, мен айтар едім, бірінші кезекте біз халық үніне құлақ асатын университет тұжырымдамасын жасай алсақ, сол осы процесті біз университеттердің ішінде бастай алсақ, және осы біздің ғалымдарымыз бен мұғалімдеріміз арқылы студенттерімізге осының маңыздылығын және тиімділігін көрсете алсақ, сол кезде біз осы концепцияға қол жеткізетіміз деп сенемін. Өзіне талантты, жаңалық жасай алатын адамдарды, ықпал жасай алатын адамдарды тарта білсе бір ұйымның ішіне, мұны сол ұйымдар жақсы дамиды. Бұл университеттер үшін де дәл осындай. Сондықтан біз, сіз таланттарды қалай басқарасыз? Сіз талантты адамдарға мынаны істе, мынаны былай жаса, сағат 9-да кел, 6-да шық деп айта алмайсыз. Өйткені олар өте жоғарғы профессионал. Олай басқаратын болсаңыз, олар қашып кетеді, олар басқа жаққа кетіп қалады. Сондықтан осыны жақсы түсіну керек. Сонда талантты бар адамдар, өзінің жауапкершілігін жақсы сезінген адамдарды басқару үшін оларға сіз басқаша метод жасауыңыз керек. Оларға айту керек, міне саған мына жұмыс, мына сенің мақсатың, мынаны осы уақытта орындап шығу керек, қалғанына араласпайсыз. Қалғанына олар тағы осы принциптер негізінде, теңдік принципі негізінде олар жүргізеді. Мысалы, осы өте сондай бір жағынан оңай, бірақ неліктен екенін пока баяу жүріп жатқан процесс. Ал егер бұны мойындамайтын болсақ, жоқ, мен өзім білем, жаңа сені тыңдамаймын, ананы тыңдамаймын, мен айттым бітті орындалды десек, онда осы біздің таланттарымыз осы жүйені жақсы түсінген компанияларға қарай бет алады да кете береді, ғайып бола береді, және біз айтқан ми көші дейміз ғой, жаңағыда утечка мозгов. Біздің ең талантты жастарды осылайша біз қолда ұстай алмай аламыз. Міне, біздің қазіргі кезекте осы бір стратегиялық ең маңызды жұмыс осы. Сіздің өміріңізде осы Түркістан қаласының рөлі қандай болып жатыр қазіргі? Енді әрине, қазіргі мынау түрленген Түркістан соңғы 2 жылда танымастай өзгерді бұл көне қала. Әрине, ол жерде бүкіл түркі әлеміне ортақ ең маңызды біздің құндылықтарымыздың бірі ол Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Оның кесенесі осында орналасқандықтан халықтың ықыласы, жалпы оның білімін, Яссауи білімін шәкірттері әрине осы қаланың дамуына өте үлкен себеп болды. Және қаланың қала болып қалуына. Біздің Қожа Ахмет Яссауи атындағы университеттің ең үлкен жаңағы миссиясы ол білім және ғылым өндірумен қатар осы аймаққа бірінші кезекте Түркістан облысы, ал жалпы енді макро дүзейде алып қарайтын болсақ, күллі түркі әлеміне сапалы мамандарды дайындау.
мына қалаға бірінші кірген кезде өзіңізді мен бірінші келгенде танымай қалдым да, тіпті осы жерге келген кезде бір қандай әсерде болдым емес пе? Мынау бір орта ғасырда жүрген сияқтысың. Түркістан рухани астана үшін біздің университет не істей алады деген сұрақ. Сондықтан бұлардың ішінде әрине әртүрлі бар. Археологиялық қазбалар, соның ішінде мынау Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың еңбектерін бірнеше тілге аудару, дәріптеу. Үшіншіден осы қаланың туризміне біз қандай үлес қоса аламыз, мамандарды қалай дайындай аламыз. Маған ең көп әсер еткен ерекшеліктерінің бірі Жанарханның білімді болуы еді. Бәрінен де бұрын өте терең білімдеді. Мен тіпті кинематографияда оқимын, бірақ маған қарағанда әлде қайда жақсы мифология тарихын білетін, мифологияны зерттеген болатынды, оқыған болатынды. Енді маған өте қатты сол жаңағы ғылыми көзқарастары, біліктілігі қатты әсер еткен болатынды. Сіздің жолдасыңыз да көпке танымал тұлға. Жалпы екі тұлға бір жерде қазір өмір сүріп жатырсыздар, иә? Танысу қалай болды сіздерде? Қызық болды негізі біздің танысуымыз. Молдияр осы университеттің түлегі, Ахмет Яссауи университетінің. Және олар 4-ші курста оқып жүргенде осы Түркия республикасына шығармашылықпен айналысып жүрген бір топ жастар сол жаққа гастрольге барады. Сөйтіп Анкара қаласына және Түркияның басқа үлкен қалаларында концерт береді. Мен как раз сол кезде сол Түркияда оқып жүрген студентпін. Біздер енді Қазақстаннан әртістер келді, қазақ өнері байланысты концерт беріп жатыр деген, әрине бәріміз қуанып бардық соны көрген. Сонда сол концертте отырған кезде Молдияр сол концерттің жүргізушісі, біздің таңғалғанымыз енді ол енді Түркияда оқымады, біз бәрі танымыз ғой. Түрікше өте жақсы сөйлейді, концертті жүргізіп, халықты күлдіртіп, сол кезде сондай бір көзге түскен еді. Сол кезде ойлаймын, мына жігіт өзі бір сол кезде бір кәдімгідей құлап түскенім бар. Мына жігіт өзі жақсы жігіт екен, мықты жаңағындай шығармашылық жағынан тағы басқа. Сөйтіп жүргенде Молдияр осы университетті бітіріп, магистратураға Анкараға оқуға келеді. Ал мен болса, сол Хаджитепе университетін бітіріп, магистратураға жаңадан түскен кезіміз. Және біз осы айттым ғой, сол өкілетті кеңестің Анкарадағы офисінде жұмыс жасауға бастадым. Молдияр да сол жерде. Біз сол жерде танысып, кейін осындай дос болып, кейін енді сол үлкен сезімге айналып, 3 жылдан кейін семья құрдық. Жалпы отбасы дегеніміз екеуміз үшін де негізінде бөлісу, яғни жақсылықты, игілікті бөлісу, қиындықты бөлісу. Өмірдегі барлық нәрсені бөлісу, өйткені осы нәрсеге басты кесін. Үйленген кезде сөз бересің бір-біріңе. Ал бастан бір-біріңіздің құндылықтарыңызды түсіндіңіздер, иә? Енді отбасының формуласы дегенде сіздерге қарап айтуға болатын сияқты, өйткені бір-бірлеріңізді жақсы толықтырып, бір-бір тұлға болып отырсыздар. Бізде ондай өте аз ғой. Бізде қандай мықты әйелдер бар, бірақ қызметін қарайсың, басқасы бәрі жақсы, бірақ бір кем дүние болып тұрады, жаңағы отбасы жағдайы мүмкін. Мен оған бір кем дүние деп қарамаймын негізден. Мысалы, қоғамның өлшемі. Қоғамның өлшемі бізде, айтып отырмыз ғой, бізде бір нелер көп. Форматтар, болмаса не деймін, жаңағыдай бір шаблондар, жаңағыдай біз ойлаймыз, вот мысалы жұмыста маңызды жұмыс жасайды, бірақ отбасы жоқ деп оны кемсіткендей боламыз. Ол дұрыс емес. Мүмкін ол жаңағы бәрі бір шаблонмен өлшеуге келмейді адамдарда. Ол жаңағыдай отбасы болғанда ол сыртынан көрінуі мүмкін өте үлгілі, керемет семья, бірақ мысалы біздің семьямыздың ішінде қиындықтар болды. Біздің де басымыздан кешірген кейбір конфликттер, тағы бір нәрсе ол болмай тұрмайды. Ол бәрі болады, бірақ айналып келгенде сіз мысалы өзіңіз таңдау жасайды әр адам. Мысалы ол осындай қиындыққа қарамастан бірге тұрасың ба, жоқ болмаса жоқ, мен өмірімде маған мансаптық даму маңызды, мен сол жолмен кеткім келеді десек, тағы да біз сол адамға құрмет көрсетуіміз керек. Оны кінәламауымыз керек, оған айып тақпауымыз керек. Оны тағы айыптаймыз. Сонда біз қалаймыз, ол жұмыста істейсін, семьясына да қарасын, анаудан барлық нәрселер келіп тіреп қоймыз. Мен ойлаймын, ондай нәрсенің жасаудың қажеті жоқ. Әркім өзінің өмірде негізгі маңызды нәрсе, мен ойлаймын, бақытты бола білу.
ғалымдардың айтуынша, олардың зерттеулеріне қарасақ, адамдар қашан бақытты болады? Егер адам өзінің өмір сүріп жатқан ортасына пайдалы бола алса, егер тіпті мейлі ол көп бір жүздеген мыңдаған адамдар емес, бір адамды бақытты ете білсе, сол адам бақытты болады екен. Дүниеге бала келгеннен кейін, ол баланы бақытты қылу ол әр ата-ананың парызы. Ал сіз оны қалай бақытты қыласыз? Оны бақытты қылу үшін сіз алдымен өзіңіз бақытты болу керексіз. Басшылық қызмет болғаннан кейін ол жұмыстың уақыты 9 бен 6-ның уақытысымен өлшенбейді. Ол кейде кешке дейін болады, кейде демалыс күндерде жұмыс істеу керек. Сонда мысалы ана баламыз, кәдімгідей қызымыз наразыланады. Ол маған өткенде айтты: "Неге осыншама көп жұмыс істейсің? Сен дейді, айтшы дейді, бұндай көп жұмыс істеуге болмайды" деп. Сіздің хоббиіңіз қандай деген кезде мен кәдімгідей жауап бере алмай қалдым. Себебі менің соңғы жылдары бірақ хоббиім бар, ол кешке жақын мен барлық бос уақытымды сол қызбен өткізуге тырысамыз. Жаңағыдай бір тамақ істейміз, печенье жасаймыз. Ол соған нелер печенье пісіргенді бір жақсы көреді. Торт жасағанды жақсы көреді. Енді ол жағынан мен мастер емеспін, бірақ сол қыздың арқасында сәл-сәл үйрендім. Сенің өміріңде мен маңыздымын дегенді маған сезіндіру үшін мысалы маған кей күндер талап қойды. Бүгін дейді, папа, мама сен алып кету керексің дейді. Егер ол мысалы бүгін солай деп кетті. Бүгін мама сен келді, бірнеше рет ескертіп айтты. Енді оның мағынасы бүгін мен міндетті түрде сағат 6-ға 10 минут қалғанда не болса да сол жерде тұруым керек. Соны қарсы алып, оны апаруым керек. Егер мен оны жасамасам, ол маған ренжиді. Ренжіп, және ол жердегі тағы бір басқа нәрсе, баланы алдауға болмайды. Туылғалы бері хоббилерді ауысты деп айтсақ болады ма? Бірақ ауыспаған бір хобби бар. Ол осы бірге тамақ дайындау, қонақ күту, жолдасыменен, молдиярмен. Және соның ішінде біз мысалы жаздың күні қонақтарымыз күткенде, өзіміз де шай ішкенде осындай варенье дайындағанды өте жақсы көремін. Сен технологсыз ғой, қандай да бір құпияларыңыз бар шығар осы? Негізі бұл рас айтасыз, вареньені жасау ол ондай бір аса нені қажет етпейді, бірақ кейбір нюанстарды білу керек. Өрікпенен құлпынайдың жасау әдісі қатты ұқсайды. Ол қандай? Ол тазалап, енді жуып, кесіп салғаннан кейін әрбір құлпынайдың үстіне қант тиетіндей қылып, өтіп сеуіп қоямыз. Биотехнологиялық немен түсіндіретін болсақ, бұның осмоз дейді, осмотикалық қысымы көбейеді де, шырыны сыртқа шығады. Сол кезде мынау өзі жиналып қалады. Енді екінші бір жердегі маңызды момент, қазір бүкіл сөлі шығып болғаннан кейін, ол бірінші қайнату, сол ең маңызды. Ондағы неге деп десеңіз, алдыменен қайнатып аласыз да, бірақ енді қайнайын деп отқан кезде өшіп тастау керек. Бұны қайнатуға жеткізбеу керек. Өйткені қайнаса, ол ыдырап кетуі мүмкін. Нәзік қой. Варенье жасаған кезде жиналатынбыз жаңағыдай үй ішімізбен. Бір жаңағы дәстүр бас қосу, осыны әңгіме айтып отырып, тірлік жасау. Сондағы. Қазірде әңгіме айтып отырып тірлік жасайсыздар ма? Әрине. Кейде ғылыми әңгімемізде бұл жобаларымызды осындай бола ма жағдайлар? Осылай идеядан идея, әңгімеден әңгіме туып отырып, бір жобалардың дүниеге келген кезі? Жоқ, сондай болады ол. Мынау мысалы сіздердің бірлескен тағамдарыңыз, бірлескен жобалар. Солай деп айтса болады. Басқа да бірлескен кәдімгі мемлекеттік деңгейдегі, ғаламдық деңгейдегі жобаларыңыз бар ма бірлесіп жасаған? Сондай бірнеше жоба бар, оны молдияр айтып кетер. Біздің тақырыбымыз 2017 жылы Қазақстандағы гендерлік мәселе еді. Өйткені бұл әсіресе 2010 жылдардан бері қарай Қазақстанда ең маңызды жаңағы үкіметтік тұрғыдан болсын, әлеуметтік тұрғыдан болсын, және медиалық тұрғыдан болсын, ең маңызды тақырыптардың бірі бұл. Мен мысалы үшін Қазақстандағы медиа саласындағы әйелдердің жағдайын зерттедім. Қандай екен жағдайымыз? Өте қызықты негізінде жағдай. Бізге де қызық болып тұр. Өздеріңіз де білесіздер, жаңағы медиадағы қара жұмысшы ол репортерлер, тілшілер немесе. Бұл кісілердің жұмысы өте ауыр. Өйткені ақпараттардың артынан жүгіреді, оны шикідей ақпаратты табады, оны өңдейді, редакцияға алып келеді және тағы да басқа. Нағыз еңбекші. Бұл тілшілер несіне қараған кезде, статистикасына қараған кезде 50% еркек тілші бар, 50% әйел тілші бар.
Одан жоғары қарата шыға бастаған кезде, мысалы үшін тілшілерден кейінгі жоғары редакторлар, сонан соң бас редакторлар және топ менеджерлерға шыға бастаған кезде, әсіресе газеттерде, дәстүрлі медиада еркектердің басымдылығын көресіз. Ал басшылар тек қана еркектер болатын жерде, медиада әйелдердің мәселелері дұрыс көтерілмейді деген сөз. Неге? Өйткені бізде еркектер байқамауымыз мүмкін сіздердің проблемаларыңызда, әйелдердің проблемасы. Сондықтан да негізінде басшылық механизмде де гендерлік теңдікті қалыптастыру керекпіз. Керемет. Сезімдеріңізді айтсаңыз. Басқаша, консервление сияқты. Иә, потому что бұның несі сол болып тұр ғой. Себебі анау несін структурасын бұзбай, өзін солай сақтап қалуда. Бәрі білеміз деп ойлаймыз, бірақ ғылыми түрден қарасақ ештеңе білмейміз. Жұмыста мынау ердікі, мынау елдікі деп бөлінбейді. Сол уақытта қолы кім бос, сол тамақ істей салады. Не болмаса, мысалы мен үтік дегенді онша жақтырмаймын. Маған бір монотонный жұмыс сияқты да. Молдар жақсы көреді. Оның музыкасын қосып қояды, киносын қойып қояды, сөйтіп жаңағыда оған бір не сияқты, терапия сияқты. Біз тамақты көбіне бірге жасаймыз. Біз қонақ күткенді өте жақсы көреміз. Мына жерде просто қазір әлі кухнямыз, неміз әлі қалыптаспай жатыр, әлі уақыт болмай жатыр. Кейін осы жерде қазір тағы жоспарлар бар. Кәдімгідей жаңағыдай далада қазандың от жағып, сөйтіп достарымызды шақырып, сондай бір жақсы бас қосуларды ұйымдастырғанды өте жақсы көреміз. Сіздер үшін бас қосу деген не? Мысалы, көп жағдайда отбасыларында бір парыз сияқты, анау шақырып еді, мынаны шақыра салуымыз керек. Анау өткенде сол шақырып еді, шақыра салып. Сізге бұл көбірек жұмыс па, әлде кәдімгі демалыс сыйлайды? Енді, оны дұрыс айтасыз, оны кейде сондай болады. Даже бір мынандай сөз бар да, ананы шақырып құтылып алайық дейді. Сол сөз маған ұнамайды, құтылу. Жаңа бір не сияқты. Бір парыздан да басқа бір міндет сияқты. Міндет, бірақ ол міндетті орындаған келмейді, бірақ орындауын керек сияқты. Сонда маған мысалы ондай ұнатпайды. Жалпы бізде қазір не бағалы, не қымбат, уақыт қымбат. Уақыт өте аз. Біз кейде мысалы сол уақытымызды баламызға да бөле алмай жатамыз. Сондықтан біз қазір ондай жалған, ұяттан арылуға тырысамыз. Мысалы өзіміздің былай дүниетанымызға, мысалы этикалық мәселелерге көңілімізден шықпайтын адамдармен біз араласпаймыз. Қарапайым адам сияқты көрінеді ғой, бірақ дегенмен керек кезінде кәдімгі темірдей мықты. Мынандай бір өзінің мықты стержені бар да, мықтылығы бар. Қайтпайтын жерлері де бар, өзі алдамайды деп ойлаймын мен. Ол енді адамның ең мықты қасиеттерінің бірі. Адам ең бірінші өзін алдамай үйрену керек. Өзіне өзі берік болып үйренген адам деп ойлаймын. Ол соңғы жылдары, мысалы үшін енді мен Жанарды 18 жылдан бері білемін. Екеуміз бір үлкен проектте, жобада кездескен болатынбыз. Бір көргеннен бір-бірімізге жақындық сезіндік та, өйткені ойымыз бір жерден шығады, жаңағы өмірге деген көзқарасымыз бір екенін байқадық. Жалпы ол кезде біз бірге мүмкін жұмыс істеуіміз мүмкін жоқ, бірге осылай құрбы болып, жақын араласып кетеміз деп ойлаған жоқпыз әрине. Бірақ дегенмен сол жақындықты бірден сездік бір-бірімізге деген. Өйткені бұл өмірде құндылықтары бір адамдар сирек кездеседі. Жанұя деген не? Жанұя адамдардың отбасы деген не? Сол бір-біріне деген қамқорлығы, бір-біріне деген көмегі. Және ол көмек ең кішкентай нәрседен басталады. Мысалы, ол былайша айтқанда кішкентай болып қойғанмен ол өте маңызды. Ол бір-біріне деген құрмет, бір-бірінің уақытына деген құрмет, және бір-біріне демеу бол. Осы өте маңызды. Ғашық болу менен махаббатты адамдар шатастырып жатады. Ғашық болу дегеніміз ол біраз химиялық реакцияға ұқсайтын нәрсе. Ұқсайтын нәрсе емес, химиялық реакция. Расында да екі адам бір-бірін көрген кезде ішіндегі жаңағы химиялық оқиғалар орын алады да адамдар ғашық болады. Бірақ ғашық болудың махаббатқа ұласу үшін еңбек ету керек. Махаббат дегеніміз еңбек. Осылайша отбасы да, яғни сол белгілі бір еңбектің нәтижесінде туындаған махаббатпен бірге қалыптасатын бөлісу
Жанар Амангелдіқызы, қоштасатын сәт жетті. Рахмет, осы уақыт бөлгеніңізге. Алғашында сіз жайлы ақпарат іздегенді ойлап едім, сондай бір қатал кісі шығар, ғылым доктор, ғылым кандидаты, ректор, бізге уақыт бөле алам екен деп, өзің жаңа қызметке келіп жатырсыз. Бірақ соған қарамастан уақыт тапқаныңызға көп рахмет. Шынымды айтсам, осы сізбен жүрген 3 күнде менің санамда трансформация жүрді. Көп мотивация бердіңіз. Үлкен рахмет сізге. Сіздерге рахмет. Еш жасандылық жоқ, шынайы, білімді. Кез келген әңгімеге ғылыми тұрғыдан баға береді. Әңгімелесіп отыра бергің келеді. Адамның әдемілігі осы екен ғой, шынайылығы мен білімі. Ол құндылықтарын тоғыстыра білген. Ол абай іздейтін толық адамның заманауи бейнесіндей көрінді.